сот өкім етті. Абзал Нұрғалиұлы Шынасыл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодекстің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығын айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Абзал Нұрғалиұлы Шынасылға түпкілікті 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Шынасылға жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Шынасылдың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Равиль Магомедович Сакиев қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтармен 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтармен 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Равиль Магомедович Сакиевке түпкілікті 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Сакиевке жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Сакиевтің 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Азамат Маратбекұлы